осындай әдемі тартымды рефлексия соңында сол оқушылардан кері байланыс алу үшін жасағыларыңыз келсе осы сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Қазір біз осыны қалай жасау керек екенін түсінетін боламыз. Бұл тоже алдыңғы сабаққа сәл ұқсас, бірақ бір нәрсені қосымша қосамыз. Қазір жаңағы сайтымызға кіріп алайық. Сосын бізге тағы да не қажет болады? ChatGPT және Gemini қажет болады. Енді біз қалай жазамыз? Тоже Geminiмен де жазсақ болады. Мына кері байланыс деп жазылған мына жерде. И мына жерде крок деген сайтты қолданатын боламыз. Крок бізге не үшін қажет? Крок бізге фото, видео жасау үшін қажет. Біз крокқа кіреміз. Осындай оқушылардың суретін жасаймыз. Ол үшін бұл сайтты табу үшін тоже Google-ға кіресіздер. Осылай жазамыз. Крок деп. Міне. Осылай Google-дан іздеп аламыз. Міне, Google-дан крок. Міне, осылай шығады и кіресіздер, тіркелесіздер ішіне. Енді бұл жерге бізге не қажет? Сурет қажет дедім. Жазамыз. Маған биология сабағында отырған екі қазақ оқушының суреті қажет. Ол жерде екі оқушы партада отырсын. Биологиялық тапсырмалар орындап. Біреуі қыз, біреуі ұл. Киімдерінде қазақи ою болсын. Қыздың шашы өрілген. Маған осыны мультик деп жазайық. Мультик стилде сурет жасап бер. Сурет жасап бер деп жазамыз. Осылай детально жазсаңыздар, сізге жасап береді. Енді рефлексия ол дайын болғанша, міне уже дайын болып қапты. Көрейік қандай сурет жасап бергенін. Екі түрлі вариант жасап беріпті. Міне біреуі мынау, екіншісі осындай екен. Міне мына сурет маған так мына аяқ киімдері осы сурет ұнап тұр. Енді біз былай етеміз. Осы бірінші суреттегі екі оқушы бір-біріне 5 берсін. Дайын болғанша енді рефлексиямызға жаза берейік. Жазайық. Маған рефлексия парағы керек. Рефлексия тақтасы керек деп жазасыз. Тақтасы қажет. Ол жерде артқы фонда бір жаңағы суретіміздің формуласы деймін ба, не деп айтам, тұрсын. Ал рефлексия деп әдемі жазылып тұрсын. Сосын барлығы түсінікті. Сұрақтарым бар. Түсінбедім деген сөздер түрлі түстермен жазылсын. Ол кнопкаға ұқсасын. Ол басылуы керек. Және қанша оқушы басқаны саналсын. Ол сөздердің үстінде сол сөздерге үстінде видеоның орындары тұрсын. Оның размері, так, мынаның размері бізде примерно 9-да 12 деп көрейін енді. Қандай размер екен білмей тұрмын. 12 болсын. Ол жерде үстінде бір точка mp4 деп жазамыз. Бағана бізде mp3 ол аудио болса, енді бізде mp4 ол бізде видео. Келесі үстінде 2 mp4 түсінбедім.
үстінде 3MP4 тұрсын. Маған осыған HTML код жазып бер. Жақсы. Міне, бес берген видео фото шықты. Енді осы екі оқушы қолдарын, түсінбей қолдарын көтерсін. Сұрағым бар дегендей қол көтерсін деп жазамыз. Міне менде кодты жасап жатыр, жасап та қойған екен. Енді осыны көшіріп аламыз, копировать код. Мынаған жазамыз. Тура жаңағыдай қоямыз. Былай етеміз. Рефлексия. Осылай жазасайын, HTML. Міне, қол көтеріп жатыр. Енді осы екі оқушы түсінбегендей отырсын. Енді біз жаңағы копировать еткен немізге жаңа бір папка ашайын. Рефлексия 2 деп қойын. Переход, загрузка. Мына менің кодым. Рефлексия мына жаққа қоям. Мен бұның артына еще сурет сұрадым, кажется. Так, қазір көрейін. Артқы фон деген сөз болды. Міне болыпты. Значит, мен бұның артына фон іздеп көрейін. Pinterestке кіреміз. Енді қараңыздар, крокта бізде 3 түрлі суретіміз дайын болды. Міне түсінбей отырған, қол көтеріп отырған және бір-біріне бес беріп отырған. Маған мына сурет ұнап тұр. Енді бұны видеоға айналдырамыз. Мына знакты басамыз. Осылай бассақ, бұл видеоға айналады. Міне, қазір видеоға айналады. Pinterestқа біз бір фон табайық. Любой бір фонды қоя салайын. Мына фон әдемі сияқты. Осыны сохранить как. Біз жаңа бір дедік, міне. Сіздерге барлығы түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Міне видеомды көрейік. Міне, өте әдемі видео. Бұлай скачать етіп аламыз. Скачать етілді. Енді келесі фотоға видео жасаймыз. Міне. Тура жаңағыдай видео деген знакты басамыз. Енді менде жаңағы бір деген суретім, міне қойдым. Сосын жаңағы видеом бар. Мына видео менде бұл барлығы түсінікті дегенге арналған видео. Бір дейміз бұны. Тоже рефлексия 2 деген папкама қойып алам. Бірінші видео, бірінші сурет. Видеом дайын болған сияқты. I think the answer is on this page. Oh, I see it. You're right. Let's show the teacher. I think the answer is on this page. Негізі видеодағы айтылатын сөздерді қазақша қылып жасап алсаңыздар да болады. Сөздерін жазып қазақша сөйлеп жатсын деген сияқты. Мен енді сөздер жазған жоқпын. Енді үшінші видеоны басайық. Тоже солай скачать етеміз. Енді жаңағы екінші видеоны скачать етіп жасап қояйық мына жерге. Бұл маған 2 деген қажет, иә. Барлық сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Кішкене асықпай сөйлеп жатсам. Так, енді міне 2. Үшінші видеоны көрейік. 20% дейді. Дайын болған соң күте тұрайық. Дайын болды. I don't get this. Me neither. Let's check the board. Right here. This is the key. Oh, I see now. I don't get this. Және осы Let's check the кішкене Right here. This is the key. кішкене сәйкес емес видео болып қалыпты, бірақ мейлі көшіріп көре берейік сіздерге. Right Көрсетем. here. This is the key. Oh, I see now. Өшірейін. Ой. Екінші скачать етіліп кетті. Жаңа дауысын өшірейін деп едім ғой. Енді загрузкаға кірейік. Бұл I don't менде get this. үшінші деген. Let's check the board. Жақсы. Енді бізде барлық видеомыз дайын, фотомыз да дайын тұр. Енді жаңағы немізге кіріп көрейік. Бізде қалай шықты? Міне өте әдемі шыққан сияқты менің ойымша. Бір-біріне бес беріп тұр, барлығы түсінікті. Мына жерлер кішкене қисық болып қалыпты енді. Жаңағы менің 9-12 деген размерім жақсы екен, міне. Тура келіп тұр барлығы суреттер. Негіз міне түсінбедім. Түрлері түсінбеген адам ұқсап тұр. Мына жерде бір-біріне сұрақ қойып жатқан сияқты видео. Өте әдемі шықты. Міне осылай рефлексия дегеніміз осылай жасап аласыздар. Енді келесі сабақтарда кездескенше.